Ассалаумағалейкум. Канал көрермендері, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да мен, кішкентай фермер. Бүгін шілденің 27-сі, көптен бері видео болған жоқ. Себебі қол тимей, басқа шаруалардан сол бүгін кішкене босап видео түсіріп жатқан жайым бар. Бізде мұнда бүкіл тауық балапан бәрі араласып кетті. Қайсысы қайда қонақтайды өздері біледі. Осындай бардак болып жатыр бізде. Пока бұлармен алысатын уақыт жоқ. Сол себептен әзірге осылай бәрі араласып жүр. Так. Бүгін тауықтарыма жем алып келдім. Жүгері, бидай, арпа, комбикорм. Жем таусылып кішкене уақыт бөлмегесін жем таусылған болатын. Мұнда ішке кіргісі келмей жүрген Кучинский юбилейный. Міне алдында екінші партия шыққан тауықтар, балапандар үшін мекен болды. Өсті ғой былай айтқанда. Алды жұмыртқалап бастап жатыр. Міне Барковскийлар жұмыртқалап жүр. Сосын Кучинский юбилейный. Уже 5 айдан асып кетті. Тоже жұмыртқалап жатыр. Ал қалғандары міне екінші партия шыққан балапандар осындай жағдайға жетіп қалды. Домашний тауықтармен бірдей болды ғой, үйдегі тауықтармен. Ал бірінші шыққан жаңағы Барковский мен Кучинский юбилейный мекендері, осы үйдегі тауықтардан дәу болып кетті ғой, ірі болып кетті уже. Так, мұнда бізде алдында бірінші партия шыққан балапандар болатын. Олардың бәрін шығарып тастап, бұл жерге Брама балапандарын көшіріп қойдым. Өйткені Браманы көшірмеске болмады. Қалған балапандардың арасында көптің бірі болып кетті ғой. Көптің бірі болғасын кішкене өсуде баяулап қалды. Дәлше осылай бөлек ұстап, дұрыстап қарайтын болам. Бұларды пока шығармаймын. Өздері қазір кішкене күн салқын, сол себептен осының ішінде смело тұра береді. Осындай асты ашық ауа кіріп тұрады. Сондықтан ыстықтайды деп қорқудың қажет жоқ. Міне мынау бірінші партия шыққан, инкубатордан шыққан балапандарым. Уже үлкен тауық болды ғой, былай айтқанда, мекен болды. Мынау Барковский көзі ауыратын. Балапан кезінде сондай көзі ауырды. Әлі солай кішкене жас аурайды. Бұрынғыдай емес енді. Қазір кішкене қайтқан, бірақ көзі әрі жас аурап жүреді осылай. Дәріде жағып жатырмын әлі күнге дейін. Бірақ ешқандай өзгеріс жоқ. Көреміз не болатын. Ал мынау бізде лохматый шапкасы бар қораз. Мынау екінші қораз, міне қара. Тоже шапкасы бар. Осылай есіктің алдына қарай қоралап тастадым бәрін. Себебі есіктің алдын бәріне бытшын шығарды ғой. Огородты осылай қоршап тастадық. В общем, ана жақтағы территорияға полный жайылады күндіз. Жалпы осы бүгін суларына яблочный уксустан қосып бердім. Аптасына 1-2 күн солай қосып беріп жүрмін. Себебі яблочный уксус аппетитін ашады, сосын асқазанын тазалайды, былай айтқанда. Жалпы жаңалық осы. Міне Кучинский юбилейный балапан бірінші шыққан, мекен шығарған
тауықтың астынан шыққан балапандар міне осындай ірі болып шықты. Алла жазса қалған балапандар да осының дәрежесіне жетеді деп ойлаймыз. Жалпы осы кешкі, қазіргі тілмен айтқанда кешкі вайп. Балапандарымыз өсіп жатыр. Алдағы күндері Құдай қаласа құрылыс жұмыстарын бастаймыз. Стройка. Қазір көрсетем қай жерден салатынымды. Мынау ескі бұрынғы тауық қорам. Мына жақта бос орын бар бізде. Территория специально қалдырдық. Міне огородта осы жерден тоже бөліп тастадық. Примерно осы маңайға 10-да 5 қып сарай саламыз қысқа дейін. Сосын ішіне жұмыртқалап бастаған кезде кучинскийді бөлек, барковскийді бөлек, домашний тауықтар осының ішінде қалады міне. Сосын анау шапкасы бар лохматыйларды бөлек ұстайтын боламын. В общем, бөлек-бөлек болады бәрі. Жалпы осы біздегі жаңалық. Так. Осындай ауылдың өмірі таптаныш. Жұмыстан келгесін бір мезгіл осындай демалсын. Ар жақта атасы мен немересі велосипед теуіп жүр, үйретіп отыр. Жалпы осындай жаңалық. Басқа жаңалық жоқ. Сіздермен болған сол мини-фермер. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, 500 адамға жетейік деген ниет бар. Күзге дейін. Аман сау болыңыздар.